Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде лабиопластика жайында видео болады. Соңғы кезде өте көп қыздар, әйелдер осы лабиопластика жайында сұрап жатыр. Яғни сыртқы жыныс мүшелеріне, әйелдің сыртқы жыныс мүшелеріне жасалынатын ота, операция. Бұл неден себебі көптеген әйелдерде айтады, салбыраған, мұндай ыңғайсызданам, сондай бір лабиопластикаға жүгінеді. Бұл қазіргі таңда кең тараған операцияның түрі, Алматыда жасайды. Вообще, көптеген үлкен қалаларда жасалатын ота. Көбінесе әрине бұны босанған әйелдер жасайды, себебі босанғаннан соң әйелдердің жыныс мүшесі кішкене салбырап кетеді, кішкене қараю мүмкін. Бұл бір естественный, натуральный бір өзгеріс. Бұның еш нәрсесі жоқ, бірақ кейбір әйелдер өздері ыңғайсызданады, кейбір әйелдер күйеуінің алдында, кейбір күйеулері де айтады, сен осындай жыныс мүшең жақсартайық, ота жаса, бір қыз сияқты болып кеді. Қыз деген бәрі потянутый, бір розовый, бір сондай түрі болғысы келеді, и көбісі осы отаға жүгінеді. Енді осы видеоны түсіргенде мен ең бірінші өз пікірімен бөліскім келіп жүр, және де әйел ретінде, маман ретінде сізбен бөлісем. Ең біріншісі бұл жаратылыс. Оны көбісі мән бермейді, себебі жаратылыс әр әйелде басқаша. Мен мына жерге арнайы бір суреттерін қойып қоямын осы видеода, міндетті түрде қарап көріңіз. Бұл қаншама түрлері көп. Яғни кейбір әйелдерден бір лабия деген еріндері дейді ғой, жыныс мүшенің. Кейбір әйелдерде біреуі үлкен, біреуі кішкентай. Кейбір әйелдердің клиторы өте үлкен, прям сыртына шығып кетеді. Кейбір әйелдердің ішкі, то есть лабия и половые губы, малый и половые губы и большие, то есть үлкен, кіші. Кейбір әйелдерде кішкентай еріндері үлкен болып тұрады, то есть сыртына шығуы мүмкін. Клитор, то есть әр әйелдің жаратылысы өзгеше. Сонда не үшін, неге сондай бір лабия пластикаға жүгінеді? Неге? Көп еркектер кішкентай кезде порно киноларды қарап өскен. Және де әйелдерді көргенде тек порно актрисаларды қараған. Және де сосын уже үйленіп, уже семья құрғанда, әйелімен уже бала шаға. Басында анау порно актрисаның образы қалған ғой. И сол үшін бір әйеліне уже ұнамай деп айту мүмкін. Мына жерде ең басты нәрсені ұмытады. Әйел де ұмытады, еркек те ұмытады. Порно кино, бұл кино. Кино деген, постоянно айтам, бұл бәрі шын емес. Порно актрисалардың жыныс мүшесі қарасаңыз, әрине бәрі тартылған, бәрі аппақ, таптаза, в плане того, что бәрі қырынған, бір кішкентай қыздық сияқты, аппақ. Бұл бәрі енді порно актрисалар актриса болған соң, олар сол жақпен ақшады табады. Әрине, олар көп нәрселерді сол жерге жасайды, бірақ күнделікті өмірде қанша миллион, миллиард әйелдер бар, осындай прям өзінің жаратылысымен осындай әйелдер практически жоқ. То есть сіз оны нақты білуіңіз керексіз. Сіздің мақсатыңыз бір порно актрисаның осындай аппақ, осындайға жетпеу. Өз-өзіңізге ыңғайлы, өзіңізге сіз өзіңізді еркін сезе алатындай жыныс мүшеге бір күтім жасап, осындай бір қалыпта ұстау. Менің жеке пікірім, кімге жасауға болады дегенде, кейбір әйелдерде ішкі мысалға половые губы, лабиялар бүйтіп шығып тұрады. Немесе жыныс еріндері кішкене ыңғайсызданады. То есть жаратылысында өзіне физиологиялық тарапынан, яғни күнделікті өмірге ыңғайсыздық туғызады. Может быть, натирание, кейбір қыздар іш киім кигенде ыңғайсызданады, төсек қатынаста болуы мүмкін, ыңғайсызданады, потому что жаратылыс сондай. Бір жерде мүмкін еті көп шығар. Именно жаратылысы, әйел адам оны ыңғайсызданады, потому что шынымен де күнделікті олай өмір сүруге қиын болса, осындай жағдайда әрине лабиопластикаға жүгінуге болады. Себебі негізінен операцияның түрлері көп, косметологический, и осындай операция жасағанда әрине ең біріншісі бұл адамға деген ыңғайсыздық туғызса операция жасайды. Это не так, что күйеуіме ұнамайды, күйеуім үшін мен жасадым деген сөз емес.
мүлдем басқа, сіз оны нақты білуіңіз керек. Сізге бұл шынымен де ыңғайсыздық па физиологиялық тұрғыда, или просто сіз андай суреттерге басқа қыздардың көріп қалған шығарсыз, и содан сіз бір қысылып кеттіңіз ба? Оған вообще қарамау керек. Менің жеке пікірімде болған, әйелдер көптеген келген айтқан, мен лабиопластикаға жүгінген, маған ұнады дегендер бар. Мына жерде әйел адам өзі, то есть өз басымен, өзі үшін жасаған бір шешім. То есть олар даже сұрамайды, олар барады да жасайды просто. Кері әсері қандай? Кері әсерлеріне келсек, әрине бұл ота. Ота жасатқанда бұл бір таблетка ішіп алатын емес, бұл сізге прям операция, да. Оны сосын қалпына келу, где-то 1-2 айдай төсек қатынасқа түсуге болмайды, да. То есть осындай нәрселер сіз білуіңіз керексіз, да. То есть это бір операция, прям обычная операция. Соған дайыныңыз болуыңыз керексіз. Екіншіден, бұл сезімталдылық, да. Көп әйелдер айтады, менің сезімталдылығым азайды, ондай да болуы мүмкін. Мен айтып атқан жоқпын, что бәрінде сондай. Просто сондай болуы мүмкін, да. Операция бәрібір операция, кесет, анау-мынау. И лабияның, половой губы немесе клитордың, да, өзінің сізге жаратылыс бойынша берген сезімталдылық, сол да бір әсерін тигізуі мүмкін. Соны да білуіңіз керексіз. Қазір есіме түсті, бір қыз, бір оқырман жазған, мен лабиопластикаға барғым келіп тұр, қыздық пердеме әсері болмай ма деген сұрақ келді. Мына жерде айтатыным, лабиопластикаға барғанға дейін сіз міндетті түрде әрине гинекологқа барасыз, и жасайтын сізге гинеколог жасайтын бұл. Әрине сіз бәрін айтсаңыз, сіздің қыздық пердеге еш әсерін тигізбеу керек, то есть сіз нақты айтсаңыз, да. Осындай нәрселер тек қана гинеколог қарап, да, ол сіздің қыздық пердеңізді тексереді, айтады, қалай жасауға болады, ананы вообще жасауға керек пе, керек емес пе, да, сондай алдын ала гинекологпен сөйлесіңіз. Айтатыным, достар, маған суреттерін жібермеңіз. Анда-санда менде толып кетеді дәрікті, әйелдер жыныс мүшелерін маған жібереді. Қараңызшы, менде қалай анау-мынау, менде қыздық перде бар ма, жоқ па деп сұрайтындар өте көп. Ой, деп қоясын. Еркектер де жыныс мүшелері менде қандай, жақсы ма, жаман ба, кішкентай ба, үлкен бе? Странно вообще, адам өзі жыныс мүшесін маған түсіріп, маған айтшы онлайн дегенде, мен, конечно, таңғаламын. Бірақ осындайлар өте көп. Солай. Енді не істеуге болады? Басқа жолдары бар ма? Себебі ота жасатқанға мен де әрине қарсымын, да, лишний раз керек емес. Егер де прям асып баратқан бір қиыншылық сіз өз басыңызда жоқ болса, онда басқа жолдарға жүгінуге болады. Оның ішінде филлері. Мен сол филлер жайында айтқанмын. Қынапты тарылту жайында айтқанмын, да, то есть это тоже бір уколдар, то есть қынаптың ішіне салатын укол. Сол укол арқылы қынапты тарылтады. Сондай бір жолы бар. И осы филлер, да, сол уколдарды лабияға, яғни жыныс мүшеге салады. То есть осындай не лабиопластика, а именно укол арқылы әйелдің сыртқы жыныс мүшесі қыз сияқты болып кетеді. Оның еш зияны жоқ. В целом, да, әрине алдымен сіз консультацияға барасыз, көрінесіз, и вот косметолог, гинеколог маманы сізге қарап айтады, да, қанша керек, қандай болады деген соң. Бірақ ол операция емес, сол үшін оның прям қатты қорқынышы жоқ. Сіз тек қарайды, қанша укол сізге, кубик дейді ғой, қанша керек сізге, миллиграмм қанша керек, соны сізге дәрігер айтып айтады, қарап айтады. Соны қарастыруға болады. Мен дәрігердің контакт, да, мен өзім білетін маман бар, соның телефонын, инстаграм парақшасын осы видеоның астына қойып қоямын. Сонымен қатар осы дәрігерге келсек, осындай косметология тарапынан айтсақ, олар да ағартады. Ағарту негізінен бөлек видео бар, да, мүше қарайғаны деген ағартудың. Тоже қазіргі заманда, енді шүкір, біз қазір тұрып жатқан заманда сразу операция жүгінгенге дейін тоже басқа шешу жолдары бар. Оның ішінде ағарту, да, то есть косметологиялық ағарту жолдары бар. Оны да сіз осы кісіден де сұрай аласыз, да, себебі кремдер біреуге көмектеседі, біреуге көмектеспейді. Тоже осындай косметологический тоже біреуге жақсы көмектесу мүмкін, біреуге көмеспеу мүмкін. То есть алдын ала біліп алыңыз, да, бірақ бәрібір ота жасатқанға дейін әртүрлі нәрселерді жасап көруге болады. Так что ойланып көріңіз. И соңғы кезде, вот, кстати, недавно тоже бір оқушы и онлайн, и офлайн тарапынан айтқан интим бұлшықеттерді тренировка, да, жаттығу, да, менің курсыма қатысқан қыздар ғой, енді жасап
жасағаннан кейін біздің бұлшық жыныс бұлшығы сыртқы бүйтіп тоже подтянулись бүйтіп. Тоже да, себебі сіз жасағанда анау қан айналымы жүгіреді, и бүкіл лабияға бәрі қан жүреді, и тоже бүйтіп әдемілеп тұрады, да, тартылып. Бұнандай да әсері бар. Бірақ әрине әркімге әрқалай, да, біз осындай эффект нақты көмектесетімен деп айта алмаймын тренировкалар, бірақ қан айналымы жүргесін әрине сол жерде жаңартылады, да. Бірақ әрине лабиопластика сияқты емес, да, бір определенный курс емес, бірақ әсері болуы мүмкін, соны да жасап көріңіз. Осы видео, достар, сізге пайдалы болды деп мен ойлаймын. Ұнаса лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, және де сіздердің сұрақтарыңды мен оқып, міндетті түрде осындай видео арқылы сізге жауап берем. Немесе менің жеке консультацияға жазылыңыз, онлайн форматта өткізіледі. Осы видеоның астына немесе менің Telegram, Instagram парақшама жазыңыз, бүкіл сілтемелер астында. Рахмет, сау болыңыз.